Бүгінгі таңда мұнау байтақ әлемде қазақстандықтардың жалғыз ғана отаны бар. Ол біздің тәуелсіз Қазақстан. Біз өзіміздің елімізді, оның көкжиегіне көз жетпес кең жазирасын, тамаша табиғаты мен кең байлықтарын, көне тарихы мен бүгінгі жетістіктерін мақтан тұтамыз. Біз балалық шағымыз бен жастық дәуреніміз өткен, қазір мекен тұрағымызға айналып, жұмыс істеп жүрген туған ауылдарымыз бен қалаларымызды, жас елордамыз Астананы сүйеміз. Біз Қазақстан атынан форумдарға, конкурстар мен чемпионаттарға қатысушы отандастарымыздың табыстарына қуанамыз. Ал шетелдерде болғанымызда Қазақстанның туын көтергенде алғашқы аккордтарынан ақ әуендері жүрегімізге жылы тиетін ән ұранымызды естігенде кеудемізді ыстық сезімдер кернейді. Біз өзіміздің қазақстандықтар, бір топырақтың перзенттері, егеменді бір елдің азаматтары екендігімізді мақтан етеміз. Қазақстанның тәуелсіздігін біз жүрегіміздің төрінде аялап келеміз. Қазақстан аласапыранға толы 20 ғасырдың аяғында уақыт пен кеңістікті тұтастырып тәуелсіз мемлекет атанды. Құлаған супердержаваның үйіндісі үстінде жаңа мемлекет дүниеге келді. Ұлы даланың байырғы жерінде жаңа дәуір, тәуелсіздік дәуірі басталды. Сол уақыттың драматизмі күні бүгінге дейін естен кетпейді. Тәуелсіздік прологы көптеген маңызды оқиғалардан тұрады. Оның бір парасы республиканың алғашқы егемендік актілері. Жерімізді 40 жылдан астам уақыт бойы тітіркендірген Семей ядролық сынақ полигонының жабылуы, ел аумағындағы барлық кәсіпорындар мен мекемелердің Қазақстан басқаруына көшуі, өзіміздің валюта қорымыздың құрылуы және дербес сыртқы экономикалық қызметтің басталуы. Тура тәуелсіздік жариялар алдындағы бүкіл халықтық сайлауда тәуелсіз Қазақстан өзінің тарихында тұңғыш рет президентін сайлады. Еліміз Қазақстан Республикасы дейтін қазіргі атауына ие болды. Наша независимость обрела полноценную национально-государственную форму. На первых порах нам пришлось решать одновременно массу совершенно разноплановых задач. Это строительство государственности, реформирование экономики, формирование совершенно нового мировоззрения. И все это в один исторический промежуток. Мы выстояли и гордимся этим. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық акті қабылданды. Бұл оқиға 2 ғасырдан астам уақыт азаттыққа және дербес даму жолына түсуге ұмтылған қазақ халқының арман аңсарын ақиқатқа айналдырған бүкіл ұлы дала тарихындағы заңды қадам болды. Тәуелсіздік күні еліміздің мерекелік күнтізбесіндегі ең басты дата. Жыл сайын біз оны асыға күтіп, үлкен толқын үстінде жаңа үміттермен қарсы аламыз. Біз оған өзіміздің еңбек және шығармашылық табыстарымызды арнаймыз. Оның өн бойында кешегі мен бүгінгінің айтулы оқиғалар тоғысқан, сондай-ақ болашағымызға дұрыс жол сілтенді. День независимости страны – мой призыв нашему благословенному народу. Вся история казахов, вся история независимого Казахстана – это история сплочения и единения. За годы независимости мы закалились, окрепли духом. Мы одно из 193 государств, входящих в Организацию Объединенных Наций. У каждого из них свои планы, свое видение будущего. Жизнь человеческая ограничена десятками лет лишь. Но жизнь народа прирастает с каждым следующим его поколением. Поэтому нет мечты выше, чем мечта о вечности народа и наших будущих поколений. Халықтың өз мемлекетінде лайықты өмір сүру жөніндегі армандары Қазақстан Республикасы атты жаңа елдің жасампаздығы мен жетістіктері арқасында жүзеге асты. 27 жыл бұрын қоғам үшінде, әрбір қазақстандық үшінде жаңа тағдырлы, жоғары жауапкершілікті,
бұрынғыдан да мол мүмкіндіктерге толы жарқын болашаққа қарай қадам жасалды. Тәуелсіздікті жариялау актісінен кейін іле-шала қиын да қызу жұмыстар басталды. Ол Қазақстан тәуелсіздік тұғырын нақты нәтижелермен және жетістіктермен күннен күнге бекіте түсті. Тәуелсіздік біздің көз алдымызда бүкіл халықтық асыл арманнан бүгінгі күннің айнымас шындығына айналды. Оны нығайту мақсатында алға мемлекет пен қоғамды және экономиканы дамыту міндеттер қойылып шешімін тапты. Іс-қимыл жоспарлары мен стратегиялары ұсынылды. Тәуелсіздікпен бірге Қазақстанның туы, елтаңбасы, әнұраны, ұлттық валютасы теңге секілді жаңа ұлттық символдары дүниеге келді. Бүкіл халықтық референдумда конституция қабылданып, билік тармақтарын бөлу, саяси плюрализм және кәсіби мемлекеттік қызмет сияқты демократиялық ұстанымдарға негізделген мемлекеттік басқару жүйесі қалыптасты. Қазақстан өзінің көршілермен арадағы шекарасын екі жақты келісімдермен заңды түрде бекітті. Заманауи әскери техникамен жарақталып, жауынгерлік машықтарды мейлінше меңгерген қарулы күштер құрылды. Қазақстан әлемдік саясаттағы жаңа елден маңызды халықаралық саммиттер, кездесулер мен келіссөздер ұйымдастыратын мәртебелі мемлекетке дейінгі өсу жолынан өтті. Қазір Қазақстан көптеген халықаралық бірлестіктерге, одақтарға және қоғамдастықтарға мүше болып кірген. Аймақта өзара тиімді экономикалық интеграцияны дамытуда. Қазақстанның жаһандық ядролық қауіпсіздік, бітімгершілік саласындағы бастамалары, халықаралық қарым-қатынастардағы өзара сенімді қалпына келтіру жөніндегі мәлімдемелері еліміз 2 жыл абыроймен қатысқан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі жұмысының басты тақырыбына айналды. Мы создали самостоятельное независимое государство. В таком виде, на такой территории, впервые в нашей истории. Это непреложный факт нашего времени. Мы объявили о своем миролюбии, отсутствии у Казахстана каких-либо претензий всей планете и всем странам. Но мы сказали о своей готовности при наступлении внешних угроз отстоять наш общий дом, нашу землю. Қазақстандықтардың өмір салты өзгерді. Олардың өз елдеріне, өз күштеріне деген сенімдері нығайды. Астананың дүниеге келуі мен дамуы соның айғағы. Қазақстанның астанасы елдің миы мен жүрегі. Басқару тамырлары осы арадан тарайды. Экономика мен қоғамды дамыту жөніндегі стратегиялық идеялар осы арада туындап, нақты мемлекеттік шешімдер ретінде қабылданады. Астаналық архитектуралық жауһарлар, тарихи мәдени ескерткіштер, даңғылдар, гүлзарлар мен саябақтар қала қонақтарын таңдандырып, ақындар мен композиторларды, суретшілер мен сәулетшілерді шабыттандырады. Астана Қазақстан экономикасының өсуін нәрлендіретін алтын бастауға айналды. Ол Қазақстанның барлық қалаларына өркендеу өнігөсін көрсетеді. Осы арада жаңа технологиялар дүниеге келіп өркендейді. Қалада басқарудың ақылды жүйесі енгізілуде. Өзінің 20 жылдық дамуы барысында Қазақстанның ел ордасы шағын шаһардан Еуразия кіндігіндегі 1 миллионнан астам тұрғыны бар мерейлі мегаполиске айналды. Астана тәуелсіздігіміздің және жасампаз халық қуатының символы. Сондықтан да қазақстандықтар өз ел ордасын ерекше мақтан тұтады. Бұл қаланы бүкіл дүние жүзі біледі және құрметтейді. За 20 лет Астана превратилась в эпицентр глобальной интеграции, безопасности и миротворчества. После исторического саммита ОБСЕ в мировую политику пропорно вошло понятие «дух Астаны». Оно стало символом открытости, доверия, толерантности и партнерства. За прошлые 2 десятилетия нашу столицу Астану посетили 22 монарши особые, 180 президентов, 109 глав правительств, 114 глав международных организаций.
Түбегейлі экономикалық реформалар қазақстандық экономиканың жаңа сапасы мен оның осынау 20 жыл ішінде үздіксіз өсуін қамтамасыз етті. Елде жүзеге асқан әрбір жаңа индустриялық жобамен, ұлан ғайыр даламыздағы автомобиль және темір жолдармен, әуе маршруттармен Қазақстан тәуелсіздігі нығая түсуде. Табиғи ресурстар кеніштерінде өндірілген әрбір баррель және тонналармен дүниежүзілік нарықтағы қазақстандық экспорт көлемінің өсуімен еліміздің еңсесі де көтеріліп келеді. Тәуелсіздік Қазақстан алқаптарынан жиналған алтын дәнінде фермерлер мен агроөнеркәсіп кәсіпорындар өнімдерінің әрбір тоннасында, ол бизнес саласында жұмыс істейтін 2 миллионға жуық қазақстандықтың ерен еңбегінде. Қазақстан тәуелсіздігі жасыл және цифрлы экономиканың дамуын, жаңа өндірістік технологияларды игерген, үлкен маңызға ие жаңалықтарға жол ашқан қазақстандық ғылыми жетістіктердің өріс алуына игі ықпалын тигізеді. Мы успешно преодолели экономический кризис, доказали способность к государственному управлению, создали прочные основы демократии, свою дипломатию, сохранив при этом самобытность нашей культуры, уважение к своей истории. По основным показателям экономического и социального развития, уровня жизни населения, Казахстан занимает сегодня лидирующие позиции в СНГ, продолжает развиваться высокими темпами. Главным результатом нашей четкой выверенной стратегии действий, сплоченной работы, команды единомышленников, самоотверженного труда, широчайшей поддержки наших соотечественников стало то, что казахстанская государственность полностью состоялась. Тәуелсіздік қоғам өмірінің көптеген салалары бойынша ілгерілеушілікке жол ашты. Қазақстан әртүрлі қоғамның оң тәжірибелерін қабылдай отырып, әлемдік қауымдастықпен арағайынсыз тікелей іс-әрекет етуде. Қазақстандықтар өндіріс, білім, медицина, ақпараттық кеңістік және мәдениеттегі пайдалы инновацияларды зерттеп, қолданысқа енгізуде. Отандастарымыз шетелдерде оқып және жұмыс істеп, өздерінің туристік сапарлары кезінде төрткүл дүниемен танысу көкжиегін кеңейтуде. Миллиондаған шетелдік туристер жыл сайын Қазақстанды аралап, еліміздің таңғажайып табиғатымен, терең тарихымен, бүгінгі тыныс тіршілігімен, халқымыздың салт дәстүрлерімен танысады. Қазақстан өнері өзінің әлемдік мәдени кеңістіктегі танымалдығын кеңейтіп келеді. Тәуелсіздік бұл қазақстандықтардың жаңа өмір сапасы. Оның мәні әрбір жаңадан ашылған жұмыс орнымен, қазақстандықтар табысының еселеп өсуімен, олардың еңбек ету құқымен, мемлекет тарапынан әлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз етіліп, қолдау көрсетілуімен сипатталады. Тәуелсіздік табыстары әрбір жаңадан салынған үйде, орамдарда, сарайлар мен театрларда, спорттық нысандарда, пайдаланылуға берілген мектептер мен ауруханаларда, кең байтақ еліміздегі барлық өңірлердің өсіп өркендеуінде, ширек ғасырда Қазақстанда туған 7 миллионнан астам сәби тәуелсіздіктің төл перзенттері, олардың алғашқы буыны кәмелеттік жасқа жетіп, өз бетінше өмір сүруге қадам басты. Ел қатарлы еңбек етіп, өздерінің отбасыларын құруда. Тәуелсіздік нәтижесі бұл бүгінде 18 миллионнан асқан Қазақстан халқының қатары көбеюі. Ең басты жетістік бүкіл еліміздегі ұлттардың ортақ мақсатқа жұмылуы, мемлекетіміздің тұрақты дамуы мен гүлденуі. Казахстан – это единая земля, единый народ, единое будущее. Я призываю всех казахстанцев к дальнейшему укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Это наши вечные ценности. Только соблюдая эти канонические истины, мы сможем говорить о вечном народе, вечной столице и вечном государстве. У меня есть убежденность, что 21 век будет лучшим веком в истории нашего народа, в истории Казахстана. Тәуелсіздік ғажайып мемлекеттік тілі. Тарихымен тату көршілік салты, этностар тілі. Барлық қазақстандықтардың мәдениеті мен әдеп ғұрыптарын құрметтеу дәстүрі бар көп этносты Қазақстан халқының бірлігін нығайтты.
Ол еліміздегі барлық этностар, діндер мен азаматтар бірлігінің ғаламат тетігі саналатын Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызметінен көрініс тапқан. Тәуелсіз Қазақстан бүгінгі аласапыран әлемге ізгі және конструктивті дінаралық қатынастың үлгі өнегесін көрсетуде. Астанада әрбір 3 жыл сайын өткізіліп келе жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі планетамыздағы әртүрлі конфессиялар өкілдерінің батасымен біздің жеріміз ізгілік шуағына бөленуде. Тәуелсіздік ғажайып тарихы мен мәдени мұралары бар жаңа қазақстандық руханиятты қалыптастырып, оны нығайта түсуде. Ол шығармашылық адамдарының әлеуетін арттырып, халықтың ізгілік пен өзара көмек, гуманизм мен әділеттілік идеяларына адалдығын арттыруда. Тәуелсіздік бұл халықтың бір-бірімен тату-тәтті тұрып, азат және егеменді елде тірлік кешуді қалаған тарихи таңдауы. Мы с вами сформировали модель мира и согласия, уникальную модель. Рожденная общенародной волей Ассамблея народа Казахстана собрала под своим крылом все этносы. И этим самым под крылом Ассамблеи и вообще политикой нашей мы создаем такое справедливое общество, в котором каждый может сказать: я казахстанец, это моя страна, я строю здесь свое счастье, счастье моих детей и внуков. Тәуелсіздіктің әрбір қадамы мен әрбір жылы ұзаған сайын біз оның баға жетпес байлық екенін терең түсінеміз. Оны жан жүрегімізбен, ақыл ойымызбен сезініп, өз қолдарымызбен жасағандай күй кешеміз. 21 ғасырда Қазақстан жаңа межелер белгілеп, мемлекет пен қоғамды жаңғыртудың ауқымды міндеттерін қойып жүзеге асыруда. Осылайша әрбір қазақстандықтың асқақ армандары мен үкілеген үміттері оянды. Біздің еліміз әлемдегі ең дамыған мемлекеттердің маңдай алдынан көріну мақсатын берік ұстанып келеді. Бұл сара жол президенттің Қазақстан 2050 стратегиясы мен жалпы ұлттық мәңгілік ел идеясында айқын белгіленген. Қазақстан тәуелсіздігінің жаңа жасампаздық күшінің бүкіл өмірлік философиясының мән мағынасы мен даналығы міне осында. Тәуелсіздік осынау киелі жерімізді қанымен, жанымен қорғаған ата-бабаларымыздың ақиқатқа айналған аңсары. Ол қазақстандықтардың бүгінгі буынының еңбегімен салтанат құруда. Өз тағдырын өзі шешіп, болашағын өз қалауынша айқындау әрбір азаматтың үлкен бақыты, жоғары жауапкершілігі және борышы. Тарихи заманның заңғар шыңында отанымыздың көгілдір туын желбірету бақыты біздің маңдайымызға бұйырды. Сондықтан да біз оны көкке көтеріп, алға басатын және дамудың жаңа биіктерін бағындыра беретін боламыз. Тәуелсіздік мәңгілік біздің жүрегіміздің төрінде сақталады.